Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мінекей мен жұмсақ оқтаусыз медовый тортын жасап шықтым. Қоңыраушаны басып, өз комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Мінекей бізге керекті заттарымыз: медімізді суға салып, осылай қайнатып аламыз. Оттың астын баяу қоямыз. Жақсылап осылай бір қайнатып алсаңыздар, үстіне соданы саламыз. Соданы салып, жақсылап жарты сағаттай қайнатып, үстіне сливочный майымызды салыңыздар. Осылай жақсылап еріп болғаннан кейін суытып қоямыз. Оған дейін пергаменттерімізді 4 бөлікке дайындап аламыз. Осылай 4-еуін дайындап алыңыздар. Мына жерге жұмыртқамызды шағып тастаймыз. Салып, ыдысымыз таза болу керек, құрғақ болу керек. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, үстіне қантымызды саламыз. Еріген медімізді араластырамыз. Салып, онды бөліп араластырамыз. Өте жұмсақ шығады, түсі де әдемі шығады. Мына жерде мен сәл сұйықтау етіп жасадым. Сіздер оның қосыңқырасаңыздар да болады. Осылай жасап, 4-ке бөліп алдым. Жақсылап бір тегіс етіп жайып алыңыздар. Жайып алып, духовкада 180 градуста 10 минут пісіріп алыңыздар. Мына жерде шектерін тегістеп шықтым. Торттардың домалақ болып шығу үшін. Тестамыз жұмсақ әдемі етіп шықты. Ішіндегі қоспасына, арасына варенкамызды, сметанымызды, қантымызды бәрін араластырып аламыз. Жақсылап. Әрбір дөңгелек немізге салып, 3 қасықтан салып, осылай жасап шығамыз. Бір тегіс етіп жағып, тортымыз қазір жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіздер арасына сгущенка молоко қоссаңыздар болады, сметанамен бірге, немесе варенкада қосуларыңызға болады, өз еріктеріңізге. Мен осылай жасап шықтым. Әрқайсысын осылай салып, шетіндегі кесіп алғандарды алып қоямыз әрине. Бетін безендіру үшін 4-ші тестамызды осылай саламыз. Мінекей әдемі домалақ медовый тортымыз дайын болды. Шетіндегілерін осылай ұнтақтап, оқтаудың көмегімен осылай жан-жағына жағып шығамыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп,
қоңыраушаны басып комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Жұмсақ медовый тортымыз дайын болды.